Лионель Месси – футболдың алтын ойыншысы. Икона, тірі аңыз. Оны Пеле және Марадонамен салыстырады. Гоат дейді. Бірақ фан-клубтар ол туралы тіс жармайтын ақпарат бар. Бүгін сен перденің артында жасырылған шындықты көресің. Бұл Месси туралы көпшілік біле бермейтін 5 факт. Есіңізде болсын, жарқырағанның бәрі алтын емес. 2016 жылы Испания соты Мессиді 2007-2008 және 2009 жылдары 4 миллион 100 мың евро көлемінде салық төлеуден жалтарғаны үшін кінәлі деп таныды. Ол 21 айға шартты түрде бас бостандығынан айырылды және 2 миллион евро айыппұл төлеуге мәжбүр болды. Испания прокуратурасының ақпаратынша, Месси 3 жылда өзінің имиджін жарнамада пайдаланғаны үшін тапқан 10 миллион 100 мың евро кірісі туралы ақпаратты қаржы министрлігіне айтпаған. Сот отырысында Месси барлық қаржылық істерді әкесі басқарғандықтан не болып жатқандығын білмегенін хабарлады. Мен өзімді футболға арнадым, сондықтан әкеме және заңгерлерге сендім деп күйінді футболшы. Бірақ факт сол күйінде қалды. Жұлдыздар да заңнан жоғары емес, айыппұл төледі. Бірақ дақ қалды. Ал егер салықтан басқа біреу жалтарса, қандай мерзімге сотталар еді? Айта кету керек, Мессидің көптеген келісімдерімен оның ағалары айналысады. Аргентинада отбасысы оған тек көмектесіп қоймай, имиджі мен табысын толық бақылайды деген сыбыстар бар. Брендтер, келісімшарттар, клубтар еш нәрсе отбасылық кеңессіз жүзеге аспайды. Мессидің күлімдеген образының артында үлкен жүйе тұр. Месси қарапайым көрінеді, бірақ оны жақын танитындар, ол басшылықтың шешімдеріне әсер ете алады дейді. Атап айтқанда 2018 жылғы әлем чемпионатында Хорватиядан 0-3 есебімен ұтылғаннан кейін Аргентина құрамасының капитаны Месси мен команда бапкері Хорхе Сампаоли арасында жанжал шықты. Ойыншының сөзіне сенсек, бапкер одан үнемі кеңес сұраған екен. Сен менен құрамада кімді көргім келетін және кімді көргім келмейтінін 10 рет сұрадың. Бірақ мен ешбір есімді атамадым, деді Месси матчтан кейін бапкерге. Осы әңгімеге қатысқан Аргентина футбол федерациясының президенті Клаудио Тапиа капитанның мәлімдемесінен кейін Сампаолиге отставкаға кетуге кеңес берді. Супер жұлдыздарды біріктіре алмаған Маурисио Почеттиноның ПСЖ-дан кетуіне де Месси себеп болған деседі. Аргентиналық матчтардың бірінде оған тіпті қол беруден бас тартқан. Месси ешқашан көпшілік алдында айғай салып сөйлемейді, бірақ жабық есік артында оның айтқан сөзі, ойы бапкерлердікінен де маңызды. Месси жай ойыншы емес, бұл киім ауыстыратын бөлмедегі патша. Егер әр матчтың артында не тұрғанын түсінгің келсе, Sport Pulse сайтына кір. Бұл инсайдерлік ақпараттар, ең шулы жанжалдардың көзі. Басқалар енді оянып жатқанда сен қазірдің өзінде Мессидің немесе басқа да спортшылардың не бүлдіріп жүргенін білесің. Сондай ойындардың лайв нәтижелерінде осы жерде бақылай беруге болады. Алдағы бәсекелердің күнтізбесін және чемпионаттардың турнирлік кестелерін көр. Роналдо камераны да, жанкүйерлерді де жақсы көреді. Ал Месси кейде жанкүйерлерін ұмытып кетеді. Қол қойып бермей, оның өнерін әлемге мақтап тер төгіп жүрген журналистерге сұхбат беруден бас тартады. Бұл тәкаппарлық па? Қайдан шыққан салқындық? Неге менсінбейді? Ол алаңда данышпан болып сыртта мүлдем басқа адам болуы мүмкін. Біреулер шаршаған шығар дейді. Енді біреулер үйінде бала шағасы күтіп отыр ғой дейді. Бірақ фанаттар ондайды ұмытпайды. Олар ойынды тамашалауға сеніммен, махаббатпен келеді және бос қол қайтады. Месси алаңда өте тәртіпті ойнайды, бірақ анда-санда тәртіп бұзуды да біледі. 2021 жылы Барселона сапында жүрген Месси атлетик шабуылшысы Асир Вильялибренің басынан ұрғаны үшін 2 матчқа шеттетілді. Осылайша сол уақытта Барсаның жейдесінде 753 матч өткізіп үлгерген аргентиналы бірінші қызыл қағазын алды. Гарри Медельмен қақтығыс, Серхио Рамоспен жанжал. Бәс жоғары болған кезде Месси жұмсақ емес.
2016 жыл Америка кубогының ақтық сынында Аргентина аяқдопшылары Чилиден жеңілгеннен кейін Месси «Мен құрамадан кетемін» деді. Сол кезде бүкіл Аргентина халқы шок болды. Еліне керек болғанда батыр оны тастап кетті. Месси кейін оралды. Бірақ сол сәт әлсіздік ретінде есте қалды. Қорыта айтқанда, Месси періште емес, ол да адам. Қателік жасайды, армандайды. Әрбір мықтының да әлсіз тұстары бар екенін ұмытпайық. Егер шындықты білгің келсе, арнаға жазыл.